Ayqayaqı qımız ішкен шабытым шыққалы тұр қызық іштен екеуі егіз ғой деп қалмаңыздар анау мұхтар болғанда біз үрістен кәстен болып біреуіміз шапан болып сіздерді қуантпақпыз қызық іспен жарты сағат жақсылап қолдаңдаршы күш жинап келсеңіздер үзілістен мойындарын бұрғызып замандастың мойындатқан қайғайсың қаламдастың мағжан жыры қазақтың маржаны ғой жүзіндей жарқылдаған ағалмастың абайдың алға шыққан жыр кітабы арманын тұтатыпты тәмам жастың абайға деген үлкен махаббат пен ақындыққа деген ол қадам бастым сөз алтын атақты ақын хәкім абай мағжан сөзін тарихтан таба алмас кім абайды алғаш хәкім деп атағаны білгірлігі емес пе балаң жастың қалайда қатыстыр деп осы айтысқа жарқынға 70 мәрте хабарластым ассалаумағалейкум қызыл жарым айқара құшағымды маған дашқын жұмабайдың мағжаны ұстаз тұтқан ұлабайдың елінен амандастым айқаяқым беу мағжан сен бір тұмса мөлдір бұлақ мекенің шығар қазір сол бір жұмақ жазықсыз жапа шегіп қоғамыңнан басыңа кешіктіріп қондырды бақ қазағың үшін қолға қалам алдың азабын сезінсең де жолдың жырақ уралап қызыл жалау көтермедің туралап түркілерге бердің қуат беделді Ленинді жырламадың өлеңді Абылайханға өрдің құрап мінбеде жыр оқитын жастығыңды түрмеге қуғындауға бердің бұлап Мәскеудегі Сталин емес саған тас кеуделі танысым торғырдың ақ кебінсіз жаназасы жерленсең де еңкеймей еңкілдемей өлдің бірақ сөзімен жарасқанның айтар болсам көздеген арманыңнан көрдім мұрат халық жауы емессің қолығанды анық жауы кеңестің болдың бірақ айқаяқы солтүстік қасиетті Қызырлы ордам ұлдары аққайындай ұзын болған мұқанып әдебиеттің соқасы еді мұқалмай тоңды жерді бұзып жарған мүсірепов көркем ойдың кемесі еді қасірет мұхитының мұзын жарған Сафуан ақиқаттың жебесі еді әр сөзі нысанаға түзу барған ал Мағжан лағыл жырдың төресі еді сексеуілдің шоғындай қызып жанған жартасты жарып шыққан қарағайдай шын мықтылар шығыптау қызыл жардан айқаяды тәуір күнде айналған сырласыма ауыр күнде айналған мұңдасыма көңіл айтсам деп едім алдыменен көз жасы кеппей келген шын досыма Сапарбай Бердібек ағамыз да сапары бітіп шықтау қырбасына 5 облысты басқарып билікпенен Бұқараның айналды тілмашына қай облысқа барса да қолдау беріп айтысты шығарып еді шың басына ағамыздың алдынан жарылғасын айналған алталаштың тұлғасына қай жағынан болса да биылғы жыл қайырлы болмай ақ тұр сырға сірә күн ысып күріштері күйіп кетті диқандардың су бармай жылғасына ағайын бір болса қолдау берші қиындығы жететін бір басына қабырғасы қайысып қызыл жарға қайғырып әрең келген құрдасыма айқаяқы қайғыға батырлар да осал екен көз жасы
өшкен елдей босар екен. Бабалар ер жігіттің қайғы бұлдын депті ғой, екі-ақ нәрсе ашады екен. Не сұңқардың қияғы басады екен, не тұлпардың тұяғы басады екен. Серілер серпілтеді сәтті қалап, сергелдеңнің амалын тапты қарап. Сұңқарын қоян менен түлкіге сап, өзі де құстай ұшып қақты қанат. Тұлпармен қиқуға сап қасқыр қуып, шаттығын қайта тапқан шапқылабақ. Сұңқары мен тұлпары жоқ адамдай, уамыға қалғаның ай қап тұралап. Сен кеше футбол ойнап жүредің ғой, Шымкентте қос қақпаға допты қадап. Бензема құрдасыңдай безден қағып, еліріп естейін деп тәтті мадап. 50 жылда ел жаңа деп осы біз Европаға кеттік ау қатты қарап. Уа баба ұрпағыңды кешіре көр, қораға ақсұңқармен атты қамап, қоянда қасқыр демес, қарсақ демес, қайғыдан арылатын доп қуалап айқаяқ. Білемін тәңір берген сый деп мұны, құрдасқа бұрып тұрар бүйректігі. Айтыстың атайтыс қой ауағайын, қажайын бүйдеп мұны, үйдеп мұны. Әр жерге директор қып Қызылордада бір көкесі келеді сүйреп мұны. Опера балеттің де театрын оп-оңай кетесің ау билептігі. Қалтайдай драматург болмасаң да қалжыңға бейім жансың имектілі. Бұл мұқтар мырс-мырс етіп күлдіргенде жаныңның жайқалады жидек гүлі. Театрдың хәлі қалай бастық мырза, пьесаға сай боп тұрма билет құны. Оспан қандай оспақтап құрдастарын көпендей жіберуші түйреп тілі. Мұттілді үмбетбай уайдыңды еске салар бойының ширектігі. Ал ендеше сөйлесін сөз берейін, бастықтың өте-мөте сирек түрі. Кәсібі комедия болса дағы, драма театрдың директоры айғаяғы. Деп қалдың ба сіз мұқтар біз Рүстем, айралмай отырем қызық іштен. Үзіліске тап келіп қалғанымдай, өзімде зорға кебем үзілістен. Сырттағанша адамдар тұрды беді, бұзып жарып кірсек деп тізіліскен. Сырттан ішке кірсе бұзып кіре берсін, сыртқа қарай қашпасын бұзып іштен. Қанша жерден ағайын аңсақ келдік, осынау халайықтың жүзін іштен. Құрдастар болғаннан соң қажасады негізі айналысып түзу іспен. Қарагерлер көсілсін ондағайын, қар өлеңнің тұнығын жүзіп ішкен айқаяғы. Рүстем нервінейсің неге құрсын? Сабырмен көп қой бізде жеңетінсін. Не бопты театрға басшы болсақ, өнердің сан түрінен еретілсін. Қарағым шаңыраққа қарап сөйле, биік жерде белсеніп бек отырсың. Мұхановтың атындағы театрға бота көзің мөлдіреп кеп отырсың айқаяғы. Ар сөзіңе күмістеңдер, ашылсын ар жағыңнан ырыскендер. Әпенділік әдетін қалмапты ғой, оқ жетпейтін биікке қылыш сермер. Менің әйтеуір театрға барғанымды айналып өтпейсіңдер, тыныш сендер. Алма алыс түспейді ағашынан, сахна барлығымыз су ішкен жер. Өзіңде Алатауда қызмет қылдың, бірақ істемедіңдер дұрыс сендер. Айлық құсап айына бір келіпсің, білмеймін бастығымен туыспеңдер. Білерім бізге қарап күлмеу керек, ауыз ақырып арт жағы бүріскендер.
комедия драма деп мысқылдайды, біздерге бұйырып еді бір үстелдер. Директор болмақ түгіл театрға қызметкер болмаған үрістемдер. 24 сағат бізді күндей бермей, өздерің 8 сағат жұмыс істеңдер. Ағайым қошеметті аямасаң, Алла деп сөз көкпарын ала қашам. Жұмабайдың мағжаны 130-да талантты берген Алла тағаласам. Көп нәрсесін ұғыну мүмкін емес, көкірек көзіменен қарамасаң. Өмір енді өлеңге көшкен жанның, жақтығанша жарықпен санағашам. Осы айтысқа келе алмай қаламба деп, көп қиналдым тірлік боп сан орасан. Өткен жолы 2 рет келе алмаппын, кейінге сал көз тастап шамаласам. Құдайдан бір жарқыннан 2 алып келдім, халқым сырымды саған ашам. Өзім туған мекеннен кем көрмеймін, құстай ұштым кең жайлау далаң әсән. Солтүстік саған деген кеудемдегі махаббатты бағаласаң. Петропавл деген сүтің ұрсын, Қызылорда Қызылжар деп алаласаң. Ассалаумағалейкум ардақты жұрт. Ел қолдаса қалайша қарабасам. Жұмыла жұрт жан-жақтан қолдап тұрса, қолыңды соғар едің бағаласам. Менің мұхтар болғаным кімге керек? Шашаты гүл жұқтырмай тағамашаң. Өмірге бір келетін мағжанымның тойында бір шабуға жарамасам. Кей жерде өлеңіңнің жөнін айттың, ажалға арашаның жоғын айттың. Ердің ері егеудің сынығындай, бекеңнің биігімен өрін айттың. Мәңгілік сапарына бет түзеген Сапарбай бағама көңіл айттың. Айта салып өзіме қайта шауып, қазақтағы қайғының емін айттың. Қос нәрсе көңіліңді хош қылар деп, тұлпарменен сұңқарды бөліп айттың. Ал оның үшіншісі бар еді ғой, Рүстем айналайын оны қайттың. Сен деген салт дәстүрге жетіксің ғой, бір жағынан рухани рекітсің ғой. Үш нәрседе қайғыны қалат деген, болмайды дәстүр әбден бекіпсің бей. Дұрыстау бірінші, екіншісін, үшіншіден асығыс өтіпсің ғой. Сұлу жардың құшағында қалат деген, қалыпты ғой кішкене текіс кірмей. 30 жылы бойда жүрген әдетіңмен әйелді тағы ұмытып кетіпсің ғой. Қысқанда қос бүйірден желмен өкпек, қужаның қусырылып шерге бөкпек. Айыптама доп қуып жүрсің ғой деп, жарамызды жаздық қой емдеп ептеп. Бекеңнің қазасы оңай тимеді елге, қайда олай халыққа еңбек етпек. 5 облысты басқарып ізгілікпен, салдығанша мешітпен төрге мектеп. Серікзат жалғыз ұлдан айрылғанда, қапыда қанатынан қайрылғанда, қайғыңды көтерісер ел керек деп. Қаптал күшін қосқандай қаранардың, бекеңдер жүріп еді ел белектеп. Бізге де қанша айтатын біздің елге, қайғыға мойымайтын ер керек деп. Жігітке бақта қонақ, сорда қонақ дегенді көп айтатын термелеп көп. Алаңда ала допты тептік, сосын дүниенің өзі сондай дөңгелек деп. Қызықсың ғой Рүстем сен де досым, пендеге қарамайсың пенде деп көп. Басыңа бір мүсибат түсті екен деп, көзің ісіп өкіріп көргеп өттеп. Өмір бойы мәңгіріп өтпейсің ғой, ұжалаған қасқырдай сенделек деп. Сахнада сандуғаштай тайрап өттің, тіліңді талай іске айғақ еттің. Абай деген облыс
туған жерің, намысын талай жерде байрақ еттің. Сағанда көңіл айтам, Рүстем досым, тілсіз жау кеп орманды ойран еттің. Орман түгіл оғландар опат болып, ортасында ерлікпен қайнап өрттің. Жаратқан рахымына алсын дейміз, ажалға шараменен айла жоқтым. Бірақ та мен өзіңді көре алмадым, арасында қалғанда аймақ өттің. Ринаттар жүрді ғой шыршыр етіп, бұл жерде жүреді жеке пайда деп кім? Айшолпанның өзі де өлең оқып, сарбаздарға берді ғой қайрап екпін. Өз елім деп жай кездері аузыңмен орақ ұрып айға жеттің. Ал осындай сындарлы шақ туғанда таң қалдырдың біздерді қайран еттің. Туған жерім ыстық деп қоймаушы едің, нағыз ыстық кезінде қайда кеттің айқаяғы? Түрткілей бердің деме майдаланып, терлегендей қылайын шайға қанып. Мен де Мұхтар кітапты көп оқимын, жұмысқа бармағанды пайдаланып. Тұлпар мен сұңқар қайғы басады деп, бір жерден оқығаным айдан анық. Сұлу жардың құшағын ұмыттың деп, Молдеке қутыңдамай айлаланып. Шолпанның күнәсі боп кетпейді ме, әрбір істің ақырын ойланалық. Қайғырып жүрген жігіт бойдақ болса, ол қайғысын басады, қайда барып айқаяға? Семейім тұғыр болған саналыққа, тай кезінде танылған талантқа, нағыз ыстық кезінде қайда қалдың деп Мұхтар алқымнан алып жаға жұртпа. Жұртпен бірге Аллаға қолды жайдық, зар болып ақ жаңбырмен ала бұлтқа. Серік жандай бір бауырым жанып кетті, үйленбеген бал еді ала бұртпа. Бір әулеттен бір адам бердік Мұхтар, немен енді бәріміз жаналық па? Айшолпанның барғанын мен де көрдім, желіден абыр-сабыр аралықта. Байғұс құз арсалаңдап жетіп барды, батырлық па білмеймін, балалық па? Әй Мұхтар, сен де осы қызықсың ей, жігітсің жарап қалған ағалыққа. Қасым Жомарт Тоқаев барған жерге Айшолпанның барған жаңалық па? Айқаяғы біреудің су алады тәтті жанын, біреудің от алады тәтті жанын. Қазекем от пен суды тілсіз жау деп түсінген табиғаттың нақты заңын. Ол рас орманымды отап кетті, өрттейтін сөйлемейтін отты жалын. Әдейі от қойды ма кім біледі, дегендер қарағайды сатқызамын. От орман кетсе орнына шыбық өсер, тал болсын деп таяқта қаққызамын. Отан деген орманды өртеймін деп жүргендер міне менің нақты жауым. Көп қазір түрі қазақ тілі сары, ортаға от салатын әккі залым. От пен судан қауіпті бір тілсіз жау бар еді, соған ауырат қатты жаным. Өз тілім менсінбейтін адамды да тілсіз жау қатарына жатқызамын айқаяға. Немқұрайлы қарайтын некесіне, кезіктік кер заманның көкесіне. Мағжанша алаңдаймын мұңға батып, бүгінгінің бүлдіршін бөпесіне. Өзің үшін өмір сүрде блогерлер, жеткіншектің құюда жетесіне. Егайыз жастар сөйтіп өсіп жатыр, кісіні жуытпайтын жекесіне. Жеті тілін білгенмен жеті жұрттың жекжатпен тілдеспейді есесіне. Бар арманы
бай болу, ақша табу айналып заманының көпесіне. Ертең солар саудагер болып кетсе, нан сататын секілді шешесіне. Елеңдей ме білмеймін, ондай бала елінің ертеңі мен кешесіне. Әжең өлді десе де селт етпейді, шығын түсіп кеткендей кесесіне. Ағайын ауламызға қарайықшы, көшкенде әңгіменің төтесіне. Тасмаңдай ұрпақ өсіп жатқан жоқ па, шеге қақсан кірмейтін шекесіне. Айқаяғы осыған қай жағынан қарасақ та, үлкендер кінәлі деп санасақ па, туасап тойдырамыз нәрестені, сүт емес сімес дейтін парашокқа. Ана сүтін ембесе перзенттердің парашокпен жетеме парасатқа. Кеңдік пен биіктікті сезінеме жайлауға апармасақ балашақта. Жылқы мінез жігіт боп ер жетеме арман қылып мінбесе ағаш атқа. Ұлтқа қызмет етеме ұлдар ертең ұлттық сана бай болмай сана салтқа. Әрбір әке осыны ойлай білсек, ұлтшыл бала өседі әр ошақта. Білмеймін мағзан шеккен жастарымыз қазақты жеткіземе дарашаққа. Балқан таудың басынан емес әттең, балконнан қарап тұрған болашаққа. Айқаяғы айтыстың жұлдыз болған аспанында, аңыздардың көп жүрген қастарында. Әр айтысқа барғанда алып ұшып, мұқтардай жолығушем қастарыңға. Мәслихатқа депутат болып биыл, биліктің жүрсің досым бас жағында. Содан соң айтыстан жоқ болдым ғой, адамның өзгеруі қасқағында. Жез қазғанда өткенде келмей қалдым, Күтібек Алатау Ұлытаудың асқарында. Таразбенен Жаркентке келем деп ап, жеме-жемге келгенде қашпадым ба? Айтыстың көрермені қарағалық, мыңдаған мәселе бар бастарында. Осы айтыстың өзіне әрең келдің, бұның не жатыр екен астарында? Халықтың қалаулысы бола салып, халықтан қашқақтауды бастадым ба? Қызметкерлердің шекарасын безбендей қып ұстағын тең арасын. Депутаттар шақырған жерге бармай, жалғамай ма билікпен ел арасын. Біз ыстық сақынада айтысамыз, сен салқын кабинетте дем аласың. Директорге сөз берем деп едім ғой, айтыстың бастағанда мен әбасын. Ал енді депутатқа сөз берейін, халыққа қандай жауап бере аласың? Мәслихаттың өзінде өстіп жүрсің, мәжіліске сайлансаң не боласың? Қалмайтын депутат деп сессиядан, адамды сорам, осылай сорам екен теспей адам. Айтыс деген біз үшін алтын тұғыр. Осы жерде өсемін ешші алам. Халықтан қашқаның ба дегеніңде, қойғаным жақсы емес пе, өспей одан. 24 сағат елмен бірге жүрмін, шүкірмін ғой, көре алам, ести алам. Айтысқа келсем кейде кет дейсіңдер, жаңалық іздей берме ескі адам. Кетіп қалсам қайтадан кел дейсіңдер, бір жағына шығарып шешсе одан. Баспайға ала бересіңдер дейтін де бар, біреуге бап жатқандай Россиядан. Алаңсыз келмеймін деп айта алмаймын, түйін сол мен оқыған лекциядан. Жарнамасын тықпалап қайта-қайта үйреткен бір сөз бар еді Каспий ағам. Кей кездері айтысқа келмей қалам, сіздер үшін тағыдан ести алам. Сақалдының алмайды көсетілін, мақалдың да шығардық деше түрін.
азаттық малданар мандат емес, армандап көкейіңді тесетұғын. Ол жерде мансап емес, құрбандық көп, адамның еркіндігін кесетұғын. Бірақ та халық үшін зор мүмкіндік, мәселені ішінен шешетұғын. Әужекеңдер дәлелдеп жүрген жоқ па, қамшының түбі тасты тесетінін? Мағжандар елісіне ерте кірген, мойындамай сол кездің еш өкімін. Үрістен қаперіңе мықтап сақта, бос сөздің бары қалып бөсетұғын. Төбесінде ойнақтап жүрген елдің жүгі бір күн арқана көшетінін. Ес білетін жігіттің жаспен емес, жауапкершілікпенен өсетінін айқаяқым. Мағжан сондай халықтың еркін ұлы, тербеген бесік болып ер түрігі. Оған тән поэзияның ең сұлуы, оған тән ойдың асыл ең тұнығы. Бұл жақа қайдан келдің дейтін болсаң, Құдайдың сәтін солай келтіруі. Мағжанның атын естіп қалған кезде ұмытылар ақынның дерті мұңы. Оған дәлел ортада ұстазыңның осындайда мінекей серпілуі. Қызылжар мен Мағжан деп шақырғанда жүрсін Ерман келді ғой мен түгілі. Арлан қасқыр бүлкектеп алға түссе, артынан ере берер бөлтірігі айқаяқым. Кетпесін қажыр қуат ақыл бойдан, құрбатырлық не істейді тақымды ойған. Бір жағы атанамда қалма деді, түсірдің деп тұрсың ба сәтің қайдан? Менің туған інімнің аты Мағжан, әдейілеп Мұхтарға жақын қойған. Біз ұмытып кеткенде, біздің семья ешқашан ұмытпаға шығармаған ақынды ойдан. Атанама құрмет қып қойыңыздар, шығармай ұлттық рух нақылды ойдан. 90-шы жылдардың топалаң ол, тіршілік үшін болған тақыр майдан. Нан таба алмай жүрсе де намыс тойлап, кенжесіне ақынның атын қойған айқаяқым. Ақынға бермес ұрыс жанжал көріп, арландар қалу керек арлан болып. Үрістемнің пошымына қараңдашы, шашырап жал болып. Жалаған бұзау құсап жылдырап тұр, кей жеріне жаққан ау бальзам көбік. Неде болса киімді сықитыпсың, аямай қаражатпен малжан бөліп. Бұл жолы смокингке көшіпсің ғой, қазақтардың шапанын арзан көріп. Күлімсіреп жан-жақа қарағанда күректей тістері тұр маржан болып. Тақырыпқа сай киініп алам дейтін, осы сенен қалмайды арзан желік. Қожаға айтыс болса қожа болып, алдарға айтыс болса алдар болып. Амангелді айтысына шығарған ау, қолына қамшыменен қанжар беріп. Әпедем әшкейін бар еді ғой, әйнектің отыратын әр жағын көріп. Бір жағынан қуанып тұрмын халқым, қол соқ қояйықшы алзал болып. Үрсен боп тұрып дөктеп жүруші еді, көз ашылып қалыпты Мағжан болып айқаяқым. Мағжанның киімдерін тапқан менен, жарайды гримдерін жаққан менен. Олардың бойындағы күш пен қуат шүберекпен келмеген, хақтан келген. Өлтіре алмай қор болды жазалаушы, жан-жағынан жабылып атқан менен. Қылыш идея, рухқа қылыш өтпейді сермеген мен, идеялар өлмейді атқан менен. Ал мынау сенің шыққан киіміңді қазларға құрылған қақпан дерем. Сыпырғыштан сызылып саз шықпайды, домбыраның үкісін таққан менен.
Сейістер бірден біліп қоят дейді, тұғырлар тұлпарықсап шапқан менен. Қожа Насыр қылығын қалмайды осы, мысал қылып айтар болсам аттар менен. Жабы бірден жүйрік көк кетпейді ғой, жабуын әдемілеп жапқан менен айқаяғы. Уамұға қылыш қанат құстайсыңдар, неге онда ту биікке ұшпайсыңдар? Әншейінде мысалы бәр нәрсеге абай солай деген деп нұсқайсыңдар. Болмасаң да ұқсап бақ деген сөзді сол абайдың айтқанын ұққайсыңдар. Кешегі арыстарға еліктесем, кекетіп кең-кең күліп қыстайсыңдар. Ал өздерің сахнаға образ жасап, тұрмаған бет нардай боп шықпайсыңдар. Келген жерден бір шапан сұрап киіп, біреуге сынның оғын ұстайсыңдар. Мағжанның көзіндей боп отырсың деп, неге менің қолымды қыспайсыңдар? Көр алмай отырғаның көрініп тұр, алтынды мысқылдаған мыстайсыңдар. Шамамен сен сияқты болған шығар кешегі арыстарды ұстайтындар. Мағжан баба, сен енді түсіндім ғой, оған батқан тырнақпен тістайтындар. Кең заманда теперіш көріп отыр, Мағжан түгіл Мағжанға ұқсайтындар. Көздегі қос шырақта сөнеді ақыр, тоқтайды жүрек деген генератор. Барында бір-біріңді бағала деп, бабалардан қалған ғой көнен ақыл. Мысқылмен кекесінен аса алмайсың, мұқтар біреу сұраса сенен ақыл. Кәдімгі болар елдің балдарындай демейсің құрдасыңа неге батыр? Кәстөмің жарашып тұр дей салмай ма, осығанда керек пе ерен ақыл? Мағжандардың түбін құртқан қазақ мінезіміз әлі де бізден қалмай келе жатыр айқаяғы. Ажырап кеткенінше тәні жаннан, адамда таусылар ма арыз арман? Мағжан елін шексіз сүйіп, деп білген басқасының бәрі жалған. Ол мысалы 10 жылға Ресейге айдалды айыпталып тағы заңнан. Фетисов деген орыс дәрігермен дос болып абақтыда қолы зарған. Фельдшерлікті оқыпты профессордан, тар жерде де көз майын тамыз алған. Түрмеден 3 жыл ерте босатылып, тататын дәміз арған. Фетисіп елге 2 жыл барма депті, қаскөйлер құлатады тағыз жардан. Әрине Мағжан білді елге келсе, қардай бұрап шығарын арыз алдан. Еліне өлу үшін оралды ол, жату деп топырағында нағыз арман. Парижден пәтер алып жатыр қазір, кейбіреулер байлықтан бағы жанған. Ұлтыңды қалай сүю керектігін шіркіндер үйренсе ғой Мағжаннан айқаяғы. Ұрпаққа білім жолын ұсындабай, Абырай мектеп салды құшырланай. Сол мектептен түлеген тас түлектер болашақ білімде деп түсінді оңай. Мағжандағы телегей білімділік өзіне сор боп құзға ысырғанай. Арыстардың бәрі де ақыл деді, беске білген Бағдатша Мысыр қалай. Ал оларға репрессия жүргізгендер білімге емес болыпты қысымға бай. Білімсіз өңшең шала сауаттылар көрсетті Мағжандарға күшін қалай. Қойдың боғы секілді қорғасымен алыптарды қалпақтай ұшырғанай. Мен кімді қинап, кімді атпақ
осыған ашымайды ішің қалай. Елді ұйқыдан оятып ұйқысын ашатұғын, жарықтықтар мазасыз масатұғын. Алаш арыстарына таң қаламын, ұйысқан жібіндей боп масатының. Тоң мойын безбүйректі коммунистер білді олар ататынын асатынын. Біле тұра кетпеді, елде қалды. Шақ келгенше шүртпені басатұғын. Арыстар сірә елден кеткен жоқ қой, мүмкіндігі болса да қашатұғын. Қазаққа пайдалыспен айналысты, сәт келгенше бір мөрді басатұғын. Әліпби, психология, педагогика оқулыққа жұмсады бас ақылын. Бұл неткен жанкештілік, жанпидалық, батырлық барма бұдан асатұғын. Тәлейлі тағдырына қажып көнген, ұлт үшін ұшуды рәжіп көрген, Ленинмен табандасып шекараны дәлелдеп сызып, кесіп, қазық керген. Мәңгілік қарыздарымыз арыстарға тебенмен терең құдық қазып берген. Өлсін деген бұйрыққа қол қойғанша, өлмейтін том-том кітап жазып берген. Мылтықтың ұңқысынан оқ шыққанша, мың жылдық ұрпағына азық берген аяғы. Тартып отырмасам қатарымды, мұхтармен ұмытамын мақамымды. Келбетімді келеке қылып еді, менде шымшып алайын шақарымды. Сахнада спектакль ойнамайсың, бастық боп көрсеткенмен қақарыңды. Әзербайжан Мәмбетов тірі болса, әртіс қып шығарар еді атағыңды. Шашыңды тақырлатып тақия кисең, ойнаушың тас шабала тапалыңды. Алдар көсер боласың айнымаған, жылмитып аптастаса сақалыңды. Қожа Насырды ойнаушың есек біліп, жамылсаң алма шапаныңды. Қаңбақшалдан алмайсың, тоқтатпайсың, күні түні ұшақпен сапарыңды. Сахнада осыларды сомдаушы едің, демегейсің кекетіп қапағыңды. Ішің біліп отыр ғой кім ойнаушы ед, Әлихан, Ахмет, Мағжан, Шәкәрімді. Төгіп отыр, ал Мұхтар бөгіп отыр. Ештеңе қалмасын деп қарсыласқа өшіп отыр, алаңсыз өліп отыр. Жарайды сен Мағжанмын дегеніңе, қиналса да құрдасың көніп отыр. Әшкей шешкен Мағжан боп кете берсе, ұлылыққа қылайық оны көпір. Мағжан болып кигенменен өлеңдер үстем болып өріп отыр. Бәрі жақсы, енді жақсы, барлығы жақсы дейік, шындықты бірақ халық көріп отыр. Киіммен құрып әбден сатыны бар, саясатың ашылды ақыры бар. Болмасаң да ұқсап бақ деп табай деп, қымызыңды отырсың сабырып ал. Мен боламын демеңдер деп келетін Абекеңнің тағы бір нақылы бар. Бұдан кейін айтысқа келер кезде сезімді емес ақылды шақырып ал. Үстіңе шақ келетін киім таңдап, аузыңа шақ келетін тақырып ал. Мені келең рөлдер, маған келең қиындау рөлдер беріп, алаштықта отырсың атылы бәр. Қаздандап қаздың жүрсін салам деген, қарғаның шат айырылып қапы қылар. Әуре болып қайтесің Мағжан болып, әуелі Рүстем болып қатырып алай қаяғы. Басыңа не бір қиын төнсе түрлі,
шаршамайсың сөзіңде ерсетуді. Мағжанға жалбыраған шашпен емес, жалынды жырмен ұқсау жөн секілді. Сенің күнің айтыспен тоймен етсе, оның күні қайғымен шер секілді. Көмекті қалай елге беремін деп, көзінен аққан жасы көл секілді. Ал сенің ауылыңда шыққан өртің, ашып қойды кішкене кемшетіңді. Мағжандар көзін ойған көбелектей, отам деп отқа түскен ер секілді. Айшолпанның өзі де жаса, Айшолпандар шыққанда шықпай қалып, айналып қашпаған қой сен секілді. Ақындар мін айтысты, сын айтысты, қатты айтсақ кешірсінші Құдай күшті. Алыптарға ортақ бір қасиет бар, аз халықтың бірлігін сұрайды ішкі. Біз болсақ соларды айтып бөлінеміз, көрсетіп көңілдегі кірай қышты. Мағжанды әр облыс тойлап шықса деген сөз миымызды бұрай түсті. Неге тек туған жері тойлау керек, сыртта дұшпан қараптыр сынай күшті. Мысалы, қай жылдары сыр елінде Ұлабайға өткіздік ұлы айтысты. Одан кейін Рүстемге баспай қалды, Әуезовке өткіздік дүр айтысты. Тұтас түркі еліне тұлға болған Мағжанға да өткіземіз ір айтысты. Сен де достым қимылда бір жағынан, түртпесе қимылдамайды бұбай құсты. Жар әу басынан өзіне ұстаз көріп, Мағжан көңілі Абайға құлай түсті. Сондықтан да сәлем айт әкіміңе, сәті келе бермейді бұлай күшті. Ұранмен қайып жасап жүре бермей, ұран қайып жасасын бір айтысты. Рүстем-ау жүйрігімсің жоны қызған, уақыт болса қалмайық жолымыздан. Шамамыздың келгенше шиқылдадық, білмеймін не шыққанын онымыздан. Артық кетсем сөзімді ауыр алма, ауыр алсаң алайым қолыңыздан. Жарты сағат уақыт өтті осымен, шыға берсең болады образдан. Айналайын ағайын сен де аман бол, бағымыз батпан болсын сорымыздан. Біздерге көп нәрсенің керегі жоқ, тоғызымыз көп болсын онымыздан. Ағайын кетер кезде шын көңілден, қол соғып қалса болды соңымыздан. Ай бәрекелді, болды. Қошемет, құрметті қалайық екі ақынға ықылас білдіріп отырыңыз.